Былтыр ғана іске қосылған Шымкенттегі көлік логистикалық орталық арқылы жыл соңына дейін еліміздің өзге өңірлері мен шет елдерге 500 миллион тонна тауар жөнелтіледі. Бұл орталықтағы рәсімдеу жұмыстарының жеңілдеу нәтижесінде мүмкін болып отыр. Қойма бір мезетте 40 тонналық 1600 контейнерді қабылдауға қауқарлы. Оның жұмысы Қазақстан Даму банкімен тікелей байланысты. Бұл қоймада жуырда ғана егіс бастан әкелінген пияз, картоп өнімі сақтаулы. Көлік логистикалық орталығының кәсіпкерлер үшін тиімді тұстары жетерлік. Мәселен, логистикалық орталық Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік дәлізіне жақын орналасқан. Яғни бұл жерден еліміздің кез келген қаласына тіпті шетелге тауар жіберуге болады. Темір жол вагондар тура складтың алдына келеді. Сосын автотранспорт дейді, жаңағы көліктер складтың алдына келіп, өздері жүктеледі, жүктейтін адамдары да бар, техникасы да бар, барлығы бар. Көлік логистикалық орталығы өткен жылдың соңында іске қосылды. Ал орталықтың құрылысын қаржыландыруды жаңа индустрияландыру бағдарламасының екінші 5 жылдығы шеңберінде Қазақстан Даму банкі жүзеге асырып келеді. Банк логистикалық орталыққа 11,8 миллиард теңге қаражат құйған. Еліміздегі 3 миллионды қалаға мұндай қойма орталығы қажет, себебі шаһар халқы өсім үстінде. Сондықтан тауарларға сұраныс артары сөзсіз. Шымкент еліміздің орталық Азияға шығатын қақпасы. Ол жақтан Қазақстан арқылы транзитпен тауар ағындары Ресейге және кері бағытта жүреді. Яғни жоба Қазақстанның экономикасы үшін тиімді және біздің көршілерімізбен трансшекаралық ынтымақтастықты дамытады. Бұл қойма жылына 600 мың тонна тауар сақтауға мүмкіндік береді. Орталықта бүгінде Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Ресейден келіп жатқан транзиттік жүктер сақталады және кедендік рәсімдеуден өтеді. Қоймалар халықаралық деңгейдегі асанаттың талаптарына сай. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынасты жақсарту үшін енді екі ел арасында логистикалық бірлескен кәсіпорын құру жоспарда бар. Бірлескен жобада жүк көліктер үшін жасыл дәліз енгізіледі. Мұнан соң екі ел арасында жылына 400 мың тоннаға дейін тауар тасымалданбақ. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар Шымкенттен.